далда қалып қойғансың 4 күнге. Вот, остановкада. Шашым сол кезде түсіп қалды. Сол фидаптың основателі келеді маған. Столға деп ұрады. Любой ақшаны айт, тағы біреу істеп бер дейді. Біздер істеп отырған роликтарды нүкісте көрсетсең, мынау несі? Мынау не мультик? Склейканы сен бас деген, вау, мынау мультик қой дейді. Негізінде нүкісте көп моушн дизайнері. Осы нүкісте отырып үйренеді да, үйінде отырып үйреніп алады, HeadHunter'ға басқа сайттарға кіреді жұмыс іздейтін жерге. Бірақ мен білемін, что ең күшті 2D моушн дизайнерлар Ташкентке, Қазақстанға, Россияға чыгар береді. Видеосъемкамен көрсете алмайсың. Моушн дизайн вообще для чего нужен? Моушн дизайн вау-эффект шығару үшін керек. Мен ойлаймын, любой бизнесқа моушн дизайн керек. Не именно 3D, а motion дизайн. Есть 2D motion дизайн, есть 3D motion дизайн. Екеуінің біреуі по-любому керек. 100%. Бірақ нүкісте көп бизнеслар әлі түсінбейді. Біреуі істеді, басқалар, бізерге де керек. Сондай болып кетті да Ташкентте қазір. Вот. Нүкістен примерно сондай болатын шығар деп ойлаймын, что біреу рискнет, сделает, остальные подхватят, короче. Ол Kids.com мут істедік қой бізде почти. $2000. 3 жыл бір жұмыста отырып, мен туралы емес ол. Ассалаумалейкум, мен Янгибаев Сулайман Соломон, Парахатович 2000 жыл, 22 жаста, Қаралпастанның баласыман 22-ші микрорайон. Қазір саяхатшылар көшеде тұрамын. Қазірше Өзбекстанда бірінші, самый первый в Узбекистане открываю продакшн именно по 3D motion. 3D motion. Что такое вообще motion? Motion — это анимированная графика. Анимационный, мынандай. Motion дизайн — ол анимация графика. Компьютерде істелінетін графика ғой. Вот. Motion дизайнда вообще ол қалай басталды? Уақытында мен тек это даже сложно, мобилограф деп айтуам қиын болады негізінде. Просто телефонға видео түсіретінем Black and White промо вечеринкалер болатын еді ғой баяғыда. Вот, сол искалармен бірге істедік оның уақытында. Сояқта телефонға түсіретін едік. Потом ол телефоннан мен брат Қазақстанға той түсіруге шығарды. Бар, той түсіргенсің конкретно. Love Story той. Вот, сол Love Story той түсіріп жүргенде как раз уже не болды. Типа энергиямнан қосып жібер видеоға, энергия нақты қосып жібер, аяқта там Айнура Султан деген жазу шығарып жібер деген, сонымен короче motion дизайнмен таныстым. Одан кейін карантин басталды, фриланста ақшаны табу керек болды. Фриланс, я никакой тогда вообще фрилансер емес едім, не істеуімді білмей, интернетте отырсам, инстаграмда таргет шығады ғой, ана деген 2600 сом нан, свежий выпечка, корзинка. Мен деген, ух ты, нан деген, мен бұндай істей аламын ғой дегенсің ғой. Вот, соменен как-то былай заказ деп рекламный креатив істедім, After Effect'ті. Вот, After Effect'ті рекламный креатив істеп жүріп, уақытымен жақпай кетті ол. Вот, содан кейін Москваға кетіп бармен болғансың ғой. Бармен болып жүргенде енді өзің енді ішінде қалады да, то есть motion дизайнер болғаннан кейін енді. Но это осталось у меня внутри. Просто желание какое-то было. Мне это нравилось, бірақ бұда ақша көп емес еді, енді 2D рекламный креатив болғаннан кейін ақша көп емес, бірақ енді жасайтын ақша керек болғаннан кейін бармен болып істегенсің Москваға. Вот. Сол кезде бір күшті курс тауып алдым по 3D motion. Тауып алмадым, Дима жіберді, достым. Дима жіберді, сол где-то 1,5 жыл сол курстың учениктерінің работаларын қарап, мен сөйтіп істеп білгенімде арман болып еді ол кезде. Сөйтіп бір уақытта проблема слишком көбейіп кетті. Москвада жүрсің, комната снимать етіп отырмын. Проблема слишком көбейіп кетті. Қаяқта жасауын білмей алдым. И нормально адам ондай кезде там тағы бір жұмыс тауып бір зат қылып не алады еді. Мен бар ақшамның бәріне курс сатып алғансың ғой. 6 айлық курсы. Сол курсты өтіп проблемалар, то есть проблема болып жатыр. Аяқтан ақша сұрап жатыр, маяқтан ақша сұрап жатыр. Не істеуін білмей, понимал, что типа моушнда оны ақшаны таппасам, басқа еш жақта ондай ақша таба алмайды онда. Вот. И просто на полгода исчез, короче. Вот. Там с квартиры выгоняли, далда қалып қойған кезім болды Москвада. Январьға жақын Новый год болайын деп тұр, короче.
далда қалып қойғансың 4 күнге. Вот, остановкаде. Я, ол уақыттар енді қызық болды. Шашым сол кезде түсіп қалды. Вот. Потом, ну, как-то так-то, короче, проблемалар болған менен, аяқтан беріп тұр, аяқтан беріп тұр, короче, долги влез. Вот так вот. Ну, как-то курс прошел, курс өткеннен кейін бір заказ келді. Американская компаниядан бір заказ келді. Сол заказды мен тек өзім істедім, там договор об NDA был, ну, то есть о неразглашении. Ну, көрсете алмаймын да, короче, ол жұмысты. Сол заказ келді, қарыздан бәрін төлеп салсам ғой, сол уақытта. Вот. Курстың уақытында еще мен өкіске қайтып келдім. Курсты бітіргеннен кейін сразу Ташкентке кетіп қалдым. Одан бұрын мен осы жақта, ну, типа, келіп тұрып, давайте, типа, курс сұрайық, IT-паркте, Жасылар Уралда, типа, давай курс бастайық, типа, давай нөкістің балдарын үйретейік, анау деп жүргенсің. Потом уақытында деп отырып қалдым. Үйретеді ондай. Қолымда не келеді? То есть, крупный проекттер жоқ та, қолымда. Да, портфолио жоқ та, қолымда. Бір ролик бар, Яндекс.Ровер, курсовой. Вот. Сол үшін мен такой, кеттім, Ташкентке бардық. Ташкентте где-то 2 ай мен жұмыссыз жүрдім. Ташкентте ағамның үйінде жасап, екінші ағамның үйінде жасап, солайынша өмірім сөйтіп көремін. Қолтамда бір тиын ақша жоқ. Бірақ, білмеймін, сеніп жүрмеймін. Просто сенім бар еді, болған күліп жүре беретін. Сосын сол курсты өткен бір қыз бар еді. Сол қыз маған проект бар, соған кел, давай бірге істейік деді. Сол проект істедік. Сол проект істегеннен кейін мен жұмысқа шығарып алды Ишонч компанияға. Вот, соқтай еше 2,5 ай істедім мен. 2,5 ай істегеннен кейін фидапқа жаздым, давай мен саған motion ролик істеп берейін командамен деп. Вот, давай істеп бер деді. Команда жинап алдым, істедік, ұнап қалды. Оған еще прикол болды да. Ну, то есть, аз ақша айттық басында бірінші роликті, аз ақшаға істедік та. Ол ақшаны олар төлей алмаймыз, ондай ақша жоқ біздерде деді да. Сол роликті істеп бердік, Kidscombo. Kidscombo там продажи взлетели, короче. Sold out вообще не жоқ. Еш филиалында Kidscombo жоқ та, мен өзіме тек екеуін алып үлгердім. Фидаптың основателі келеді маған. Столға деп ұрады. Любой ақшаны айт, тағы бір өстеп бер дейді. Сол кезде расын айтайын, қатты оған давай мына ақшаны бер, любой істеп берем деп айтқым келді да, бірақ ол кезде бар командамен советоваться етіп, давай ақша үшін істемейік, давай результат үшін істейік деді да. Вот, былайынша тек мен решалы болғанымда ақша үшін істеп кете беретінім. Вот, неше бір жыл ақша көрмеген адам. Вот. Результат үшін істедік, қазір сол проект уже бір-екі күннен уже отрендерится и выложим его. Ну, өкісте көрсетсең, біздер істеп отырған роликтарды өкісте көрсетсең, мынау не мультик. Склейканы сен бастеген, ну, түсінбейді да олар. Ну, түсінбейді дегенде, мен оларды обвинять ете алмаймын түсінбеген үшін, потому что я убежден, что это не народ виноват. Вот. Хами өзінше развиваться етеді. Мен просто енді басқа өмір, басқа мемлекеттерді көргеннен кейін енді мен немножко развитый боламын да. Вот. Поэтому я никого не могу винить, но бәрі қарағанда вау дейді. Вот. Бәрі қарайды, вау, мына мультик қой дейді. То есть любой продукт, любая новая услуга, любая новая точка, любое нововведение, всегда всегда нужны дизайнеры. Вот всегда. Любые дизайнеры всегда нужны. То есть интерьер-дизайнерлар керек, графический дизайнерлар керек, графический там интерьер-дизайнер интерьерін істеп береді, графический дизайнер там логос істеп береді, там Instagram какие-то публикацияларын істеп береді. Motion дизайнер, Motion дизайн вообще для чего нужен? Motion дизайн,
вау-эффект шығару үшін керек. То есть көп затты видеосъемкамен көрсете алмайсың. То есть сен, конечно, har клиентіңа отырып түсіндіре аласың, что вот біздердің матрасымыз күшті, сен былайынша жатсаң, ол деп подстроиться под тебя, былайынша жатсаң, мына подстроиться етеді деп. Оны har адамға түсіндірудің орнына лучше бір motion ролик істейсің, адамлар оны көреді и түсініп алады да. Сол үшін har бизнесқа, мен ойлаймын, любой бизнесқа motion дизайн керек. Не именно 3D, а motion дизайн. Есть 2D motion дизайн, есть 3D motion дизайн. Екеуінің біреуі по-любому керек. 100%. Бірақ нүкісте көп бизнеслар әлі түсінбейді да. Енді ол бизнес түсіну үшін, вот как, например, Ташкентте қалай болды ол. Біреу істеді, басқалар, бізерге де керек. Сондай болып кетті да Ташкентте қазір. Вот. Нүкістен примерно сондай болатын шығар деп ойлаймын, что біреу рискнет, сделает, остальные подхватят, короче. Так, бір motion роликті істеу үшін, егер бір motion дизайнер істейтін болса, уақыт, конечно, көп кетеді, там 3-4 ай болып кетуі мүмкін бір motion дизайнер істейтін болса. Біздерде енді команда болғаннан кейін бір роликті обязанности распределяем, и получается где-то средняя орташасы бір айдың ішінде бір motion ролик істейміз да біздер командамен. Ну, қараң, Яндекс қазір осы жерге мой ролик с Яндексом ставьте. Вот Яндекс Ровердің роликін 6 ай істедім мен. Там, где Грут и Яндекс Ровер, я один делал, бір өзім істегеннен кейін 6 ай істедім мен оны. Фидапты 8, по-моему, адам болғаннан кейін бір айдың ішінде істедік. 26 секунд, по-моему. Ол Kids.com мут істедік қой бізде почти. $2000. Кішкентай компанияларменен істесетін болсаң, в основном заказ тез не алып кетеді, потому что сен напрямую бір совладельцем бизнеса напрямую істесесің да, а үлкен бизнес болғаннан кейін там арт-директора, креативные директоры, короче, там 10 голов утверждения, сен сұрауың 10 адамнан өтеді, ол 10 адам, біреу отпуста болып қалуы мүмкін, сонымен бір вопросыңменен сен бір хаптеге қап қоясың, сонымен үлкен компаниямен істесу немножко қиынлау болады, потому что уақыт жағынан. Потому что сен 10 адамға бару, 10 адамменен деп бару керек сен вопросың, потом вопросың ответі қайту керек саған әлі. Ол қайтан ешкім басқа біреу отпускқа кетіп қалады, сондай болып кетеді, короче. А егер кішкентай бизнеспен болса, сен напрямую, алло, қалай денсаулығың жақсы ма? Мына жерде көк па, қызыл ма? Ол қызыл дейді, сен қызыл ұра бересің да. Аяқта көк па, қызыл ма дегенде 2 хаптелеп, 3 хаптелеп күтіп қаласың ответін. Так, баста как раз прошлый вопрос, она не 2-3 хаптеге бір вопроспен қап қоймау үшін, ең басынан проект басталмастан бұрын біздер Art Direction істейміз. Все вопросы, которые могут возникнуть, хаммесін біздер презентация шығарамыз, со презентациямен барамыз, полный сценарий жазамыз, скетчинг сыздырамыз, модельки бәрін тауып аламыз. Короче, полный затты тауып аламыз да, керек заттардың там бәрін жинап аламыз, Art Direction называется. Бәрін жинаймыз, барамыз заказчикке. Вот, бәрін көрсетеміз, қайерде не болады, бәрі рисунктармен берге деп примерларын тықпсаңдар жіберемін. Вот. Олар утверждать етеді, сосын біздер уже заказчиксен, по идее заказчикке там дальше керегі жоқ, дальше өздеріміз істей береміз, бірақ со Art Direction'нан кейін блокинг деген бар. Примитивный модельки, то есть адам жүгірудің орнына просто прямоугольник деп жүреді да, по позишну, короче, анимируем. Вот. Просто роликтің динамикасын көру керек да, соны көрсетеміз заказчиктерге. Олар, да, динамикасы жақсы. Ну, короче, динамика хорошая, давайте дальше. Одан кейін үшінші этап ассетинга дейді, ол как раз на прямоугольниктерді, уже не просто прямоугольник деп жүреді, а адам жүгіреді да, как надо, короче, адам жүгіреді, артында там тоғай болады, өнерде қасына аю жүгіріп баратыр. Короче, на итогу модельки заменяем, бірақ әлі светі жоқ, бәрі черно-белый. Вот, соны барып көрсетеміз, мына жерде адам жақсы жүгіріп баратыр, и давай мына жерде тоғай емес,
пустыня ұрып жүрейік дейді да. Тоғайды алып тастайсың, пустыня қойып жібересің. Вот, болды, вот, теперь четко дейді. Болды, кеттік дейсің. Төртінші этап лукдев дейді. Ну, называем лукдев. Это уже как раз, когда текстура, свет, цвет, бәрін қосасың, то есть уже адам не черно-белый, а именно текстурасы бар, киімі бар, там пустыня не белая, а уже песогі бар. Вот, соның бәрі төртінші этапта істелінеді, соны көреді. Біздер в плохом качестве там 360p рендер істейміз, заказчикқа көрсетеміз. Да, хорошо, давай полный качествода рендер қылайық дейді. Соны полный качествода рендер қыламыз. И бесінші этап, это уже финализация, финальный этап, уже саунд-дизайн, склейка, цветокоррекция, керек болса 2D motion қосамыз именно определенный моменттерінде. Вот. И все. Бесінші этаптан кейін проект таусылады. Қар түрлі, иногда машинға жетеді, иногда ауқатқа жетпейді. Сондай болып тұрады ғой иногда. Короче, когда как. Бір проекттің сен 10 мың, 15 мың, 20 мың доллар болуы мүмкін. Это вот именно зависит от твоего софт-скилла, как ты продашь самого себя. Пока что я продаю себя там на определенную сумму. И все. Но с навыками, с опытом эта сумма увеличивается. Так что пока что определенного легка нету, но я не считаю себя бедным человеком. Өзіме керек заттың бәрін, по идее, ала аламын. Вот. Ақша 3D motion'да реально көп. Вот реально ақша көп. Неге ақша көп? Потому что специалист аз, запрос көп. Пока что там Самаркандта, Ташкентте запрос көп, и көбісі просто білмейді. Бірақ былайынша ақшасы негізде олардың таяр тұрды. Вот. Поэтому Өзбекстанның балдары тез 3D motion үйреніп алу керек. Потому что басқалар үйреніп алады, соқтың бәрін алып қояды, мен сияқтылар. Вот, сөйтіп олар уже, motion дизайн күшті болып кетті, что-то популярно, мейнстрим болып кетті. Қане мен барып motion дизайн үйренейін дейді, үйренеді, а уже компаниялар бәріне өзі тауып алды өздеріне motion дизайнер, и все, рынок занят. Пока рынок пуст, ақша көп. Чтобы развивать свои навыки, есть 3000 туториалов на YouTube. Сол туториаларды қарап, ізінен қайталап, әстен навыки улучшаются. Бірақ енді туториалар там 2018-де загружен болуы мүмкін, а қазір уже 2023. Сол үшін көп Instagram пабликлер, TikToklар, соған подписаться етіп қою керек та, именно 3D motion жақтан, чтобы именно международный 3D motion'ды қарап отыру үшін, чтобы знать, что происходит вообще во всем мире, и понимать, что происходит во всем мире. И нужно смотреть туториалы. Любой вопрос, вообще 3D motion дизайну спокойно можно научиться по туториалам. Вот просто сидишь, туториалы, там, не знаю, все туториалы смотришь, и все. Больше ничего не надо. Ты все туториалы посмотрел, ты уже считаешься крутым моушн дизайнером. Вот. Но да, конечно, легче, если пойти на курс, но по туториалам тоже возможно. Поэтому я считаю, что самый лучший способ — это покупать таза каждый раз бір курсты өтіп, тоқтап қалмау керек та, а новые курсы аласың, қарайсың, ол бір курсты аласың, ол курстан там тағы көбірек ақша істейсің, мастер-классы есть, басқа крутой моушн дизайнерлардан консультация сатып алу болады. Просто определенный ақша бересің, ол саған айтады, нер жаман, нер жақсы, двигайся в такой стороне, сюда не надо идти и так далее, да? Это и круто, и плохо. Это одновременно жақсы, зорам, жаманам, короче. Бір жағынан қорқасам, бір жағынан құрсам боласам, потому что бір-екі ответ, осы роликте болған вопростың бір-екі ответін искусственный интеллект жазып берді маған. Раскадровканың уақытында көп затты Midjourney істеп береді. То есть қазір буквально мен бүгін тауып алдым
искусственный интеллект, там, реальная съемкада, то есть телефонға түсіресің, адамның үстіне басасың, роботтың моделін жібересің, болды адам емес, робот. Ну, это все искусственный интеллект. Это, конечно, круто. Искусственный интеллекттен қорқпаймын. Несінен қорқуымды білмеймін, потому что искусственный интеллект, ол машина, которая учится на базе того знания, которое люди загрузили в него, в интернет. Вот. А люди, они люди креативные и всегда развиваются и узнают что-то новое. Поэтому искусственный интеллект, да, тап қазір там motion дизайн істеп бастаса, уақытынша мен жұмыссыз қалып қоямын, бірақ уақыт өтуменен искусственный интеллект қақтан новые референции таба алмай қалады, грубо говоря. Уже хаммеге надоел болып қалады. Сол кезде уже адам, я снова буду богатым. Вот. Кішкентай кезінде мен бір ролик көргем, қазір таба алмайтын шығарман. Короче, футболистердің бәрін роботтар заменить етеді да. Уже роботтар бір-бірімен футбол ойнайды. Баста бір робот бір командамен ойнайтын еді, там потом целая команда робот бір адам командамен ойнайтын еді. Потом в итоге роботтар бір-бірімен ойнайды, бірақ ол футболды ешкім көрмейді, потому что ешкімге қызық емес. Вот. Сол роликті көрем, и уақыт өтуменен уже адамларға қызық емес, и сол кезде там Роналдо, Месси, там, короче, күшті футболистердің бәрі бір командаға жиналады. И сол роботтарға қарсы шығады о. А роботтар тек роботтармен ойнағаннан кейін көп затты білмейді. И ұтылып қалады, короче. Адамдар ұтады, снова футбол крутой, опять футболда опять адамдар ойнайды, и опять қызық болады. Вот. Я думаю, что примерно так и будет. Но искусственный интеллект көп затты заменить етеді. Да, есть вероятность того, что я останусь без работы. В таком случае барменов точно не заменит искусственный интеллект. Это просто нерентабельно получается. Да, просто вот реально қызық болмай қалады. Ну, то есть басында қызық болады, бірақ потом уже қызық болмай қалады. То есть Midjourney сондай болды, когда пайда болғаннан кейін все таки вау деп өзіне логотип істейді, там фото генерировать етеді. Қазір былайынша қарасаң уже ешкімге қызық емес, потому что примерно одно и то же генерирует, просто других стилистики, скажем так. Вот. Это уже неинтересно. А художники каждый раз что-то новое придумывают. Поэтому я считаю, что нет, искусственный интеллект не заменит человека, но может очень хорошо помогать человеку в работе. Да, у него нет души. Это машина. Вот. Если искусственный интеллект реально, как в фильмах, поработит весь мир, то мне не жить. Топлесті вообще мен кішкентай кезімнен қарайтын едім. Ну, то есть вообще бөпе уақытынан қарай. Ладно, бөпе. Короче, подросток кезімнен бастап топлесті қараймын да. И бір кезде лифтті көрісіп қаламыз. Командасында бір баламен. Көрісіп қаламыз, сөйтіп деп қарап тұрып. Кот, ты что ли дегенсің? Деп қарайды. А ты кто дейді? Соломон деген өтірікке танысы сияқты деген соң. Он такой, қалайсың дейді. Сонымен сөйлесіп кетеміз, чем занимаешься дейді маған. Мен вот 3D motion істеймін деймін. И біздерге как раз типа бір интеграцияға 3D motion істеу керек деді да. И давай менің номерім жазып ал, типа инстаграмға подписка тастап ал, сөйтіп инстаграм жазасың дегенсің ғой. Жақсы деді. Сонымен ол инстаграмда маған жазады. Мы созваниваемся, именно топлеспенен, короче, командой топлес, созваниваемся и, ну, решаем, қандай проектке біздерге айтады. Біздер командамен енді ол проектті істейміз да. Енді не проектке айту, по идее, можно, бірақ от греха подальше айтпай қойын. Вот. И содан кейін, типа, менен сұрайды, там, күшті motion дизайнерлер бар ма дейді. Мен дегенсің ғой. Сонымен, давай, типа, сонымен сөйлестік, там, офисына келдім, офисында отырып сөйлестік, ну, собеседование полноценный болды. Олар айтады маған енді, Өзбекстаннан бірінші адамсың ба біздерге ұнаған, типа, вообще, Өзбекстаннан. Олар уже көп уақыт Өзбекстанда отырыпты. Вот. Енді маған ол ұнады, и что-то бірге там, что-то баста блайнша устроиться еттім на работу, потом жұмыс деген уақытында басқа бір затпен істесіп кеттім мен. И сонымен қазір просто какую-то часть 3D просто делаю в выпусках топлеса. И топлеста
некоммерческое, ну, то есть мой интерес, он не коммерческий. То есть ақша жағын ойлап отқан жоқпын. Именно мне нравится проект Топлес. Мен үшін, то есть проект Топлес вообще крутой проект образовательный, который не только там русскоговорящим странам нужен, а Өзбекстанға да керек проект. Вот, поэтому у меня интерес не коммерческий, а интерес интересный получается. Вот. О моей работе в команде Топлеса я не могу говорить подробности. Мен, короче, айта алмаймын да, көп затын. Вот, сол үшін тайна болып қала берсін оған. Өздеріңізге ұнаған, по-любому, өздеріңізді іздеу керексіз. 100%, то есть 1000% өздеріңіздің профессияңызды іздеу керексіз. То есть іздеу үшін не просто там интернетте топ-100 профессий 2023 года, а именно қолыңнан стап, өзің істеп, өзің үйреніп көрін керексің. То есть барып фотоаппарат қолыңа стап көрін керексің, там камера стап көрін керексің, там компьютерда отырып фотошопта көрін керексің, там поучиться немножко программированию. Короче, көп затты өзің істеп көрін керексің да, только в таком случае сен өзіңді табасың. Өзің тапқан кезіңде сразу білінеді. То есть өзіңнің профессияңды тауғаннан кейін қақа жүру керек екенді сразу білінеді. Енді ол жағы білінгеннен кейін көп проблем болады. Просто не просто телевизор, кинода көрсететін проблема емес, ол вообще ешке болып қалады қасында. Очень много көп именно түсінбейтін уақыттарың болады, не істеуіңді білмейтін ондай кезде мой совет просто істеме. Ну, когда ты не знаешь, что делать, ничего не делай. Вот, просто подожди, пока не придумаешь. Вот. Қиыншылықтарды өткеннен кейін будет весело. Интересный будет. Международный рынок 3D Motion дизайнеров пустой. Срочно нужны специалисты. Пожалуйста, напишите мне в Instagram вот сюда. Мне нужны моушн дизайнеры в команду. Срочно. Блин, реально их мало.